Сәлем достар, ең алдымен каналыма тіркеліп, қай өңірден тыңдап отқандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Және де әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Оксана үстелге отырып шаршаған аяқтарын созып алды. Официанттық жұмыста сирек кездесетін бос минут түсті. Бұл өте маңызды, өйткені аяқтар қатты шаршайды, әсіресе бүгінгідей қарбалас күні. Келушілер тым көп иесі үшін бұл жақсы болуы мүмкін, ал өзіне және басқа әріптестеріне онша емес. Күні бойы жүгіресің, табақтарды әкелесің әкетесің, мақтау мен шағымдарды тыңлайсың. Бірақ не істейсің? Әркімнің өз мақсаты болады. Оксананың да мақсаты болды. Оның басты мақсаты оқуын бітіріп, беделді мамандық алу еді. Мұндай мүмкіндік бар еді. Яғни ақша болса ғана бар еді. Ақша оқуға да, өмір сүруге де керек. Ол қиындық пен таршылыққа бала кезінен үйренген. Анасы екеуі ғана тұрды, кедей өмір сүрді. Көп адам осылай өмір сүреді ғой, кедейлік күнә емес деп айтады. Бірақ сол көп адам кедейлерді онша жақсы көрмейді, құрметтемейді. Ал мәселе тек кедейлікте болса ғана жақсы еді. Оксананы одан да көп ренжітетін нәрсе анасына және өзіне көрсетілген қорлықтар еді. Айналасындағы адамдар әрдайым сыпайы бола бермейтін. Оксана әлі кішкентай кезінде көршілердің әңгімесін естіп қалды. Ой, мына Лиданың басына не келді десеңші. Оған сондай жақсы, әдемі, білімді, ақшалы күйеу болды ғой. Әттең ұстап қала алмады. Енді не істейсің, ақыл жетпесе? Бала туып тастаса ғой, ұстап қалатын еді. Жоқ, бір қыз туып тастады да, енді балықтай қақсап жүр. Еркектерде қыз не кінәлі? Ол кетсе кетпейтін еді ғой, егер шығарып жібермесе. Ол басқа біреумен жүргенін біліп қойып шығарып жіберген ғой. Мақтаншақ қой. Ештеңе айтпай шығарып жіберген. Алимент те алмайды, тағы мақтаншақты көрсетті ештеңе келемес деп. Енді алмайды да. Мүмкін ол қыздың барын білмейтін шығар. Өзіне де, қызына да жамандық жасады. Рас, қызға өкінішті ғой. Оксана деген қызы жақсы қыз ғой. Оксана кішкентай болса да, әңгіме өздерін туралы екенін түсінді. Анасын Лида деп атайтын. Үйге келген соң әкесі туралы сұрады. Анасы бірдеңе түсіндіруге тырысты, бірақ көзіне жас алып, жылап жіберді. Оксана бұл тақырып анасына ауыр екенін түсініп, енді ешқашан сұрамады. Әкесі кім болғаны, қайда кеткені маңызды емес. Бастысы жоқ. Ал әкесіз өмір сүру қиын, әсіресе ақша жоқ болғанда. Кейін есейгенде ғана Оксана анасы өзін тым ерте туғанын түсінді, әлі 20-ға да толмаған екен. Сондықтан ешқандай мамандық алмаған, жақсы жұмыс таба алмаған. Анасының ата-анасы қайтыс болған. Қолына кішкентай бала түскенде қандай оқу болады? Тек төменгі біліктілікті жұмыстар, оған ешкім көп ақша төлемейді. Сол үшін анасы қызының қасында болу үшін барын салды. Оксана балабақшаға барғанда балабақшада тәрбиеші болып істеді. Мектепке барғанда сол мектепке күтуші болып ауысты. Осылайша қызының балалық шағын бұзды деуге болады. Өсек аяң шықты, қорлық көп болды. Мектепте Оксананы жиі мазақ етті, кейін тіпті кемсітті. Оның анасының жұмысын ұят деп санайтын сыныптастары көп еді. Бастапқыда дос болған қыздың өзі бір күні. Егер менің анам осында күтуші болса, мен мектепке келмес едім. Мен ондай ана тіпті қаламас едім деді. Сол күннен бастап достық үзілді. Оксана анасын жақсы көрді, ол туралы жаман айтқандарды көтере алмады. Ал ондайлар көп болатын. Күтуші отырады да, ештеңе істемейді, ақшалады. Ал біз еңбек етеміз деген сөздерді еститін. Оксана анасын қорғайтын. Бірақ бір күні барлы бір сұрады. Мама, неге мектепке жұмысқа келдің? Басқа жерде жұмыс істесең, ақша көбірек болар еді ғой. Кем дегенде сыныптастар білмес еді. Не бар, шүшіл. Мен ұрлық жасамаймын, тонамаймын. Керісінше жақсы іс жасаймын, мектепті таза ұстаймын. Неге осында келдім десең? Сен менің жалғыз туған адамымсың ғой. Саған әрқашан уайымдаймын. Саған көз жеткізіп тұрғанда ғана тыныш боламын.
Сондықтан балабақшаға бірге бардым, мектепке барғанда да осында келдім. Бірақ жалақы аз ғой. Иә, аз. Басқа жерден көп таппаймын. Оқып басқа мамандық алуға болар еді, бірақ ол үшін сені жалғыз қалдыру керек. Сондықтан сыныптастарым неге күлетінін түсінбеймін. Оксана анасының тағы жылағалы тұрғанын көріп құшақтап: «Мама, назар аударма». Мен де аудармаймын. Жай ғана саған ауыр екенін көріп сұрадым. Күні бойы шелек тасып қолдарың суық суға батқан. Қарашы, қолың қандай. Рахмет, алтыным, жүрегімнің нұры. Мен осыған үйреніп қалдым. Әрқашан қасыңда болғым келеді. Басқа жұмыста ауыр болады ғой. Сол шелек, шүберек, су. Мүмкін одан да ауыр, суық болар. Ал мұнда жақын, үйреншікті. Оксана сыныптастарының мазағына шыдауға мәжбүр болды. Анасының мамандығына да, өзінің сыртқы келбетіне де. Анасы қызына жақсы киім ала алмады. Көбінесе жәрмеңкеден немесе секонд-хенден алатын. Кейде үлкен қыздар өздеріне енді кішкентай болып қалған киімдерін кедей күтуші Лидаға баласына беріп жіберетін. Оксана сыныпта жалғыз қалды, құрбы да, дос та жоқ. Әркім оны ренжітіп қорлап мазақ ете алатын. Одан да жаманы, ол барлығынан жақсы оқыды. Басқа не істесін? Жастар кештеріне, дискотекаға, тіпті аулада отыруға да бармайтын. Уақытын кітаппен өткізді. Ол тек оқу арқылы ғана осы қарғыс атқан кедейліктен құтыла алатынын түсінді. Бірақ үздік оқуы да мазаққа себеп болды. Әрбір 5 деген бағасын бұлай қарсы алатын. Біздің үздік қызымыз мектептен кейін қайда барады екен? Кембриджге ме, Сорбоннаға ма? Осы көйлегіңмен бе? 3-ші жыл киіп жүрсің ғой, жеңің шынтаққа дейін тозған. Ұят емес пе? Маған кел, ескі туфлімді берейін, маған кішкентай болып қалды. Сенің мына ескіңнен жақсы ғой. Жоғары сыныптарда Оксана оларға үйреніп қалған. Енді ренжімейтін, кейде естімейтін де. Қанша ақымақтық тыңдай береді. Ол бәрібір оқып шығады. Содан кейін кім күлетінін көреміз. Мектепті үздік бітірді. Бірақ бітіру кешіне бармады. Себебі киетін киімі жоқ болғандықтан емес, мазақшылар оның қираған келбеті мерекемізді бұзбайды деп айтқан үшін де емес. Ол жай ғана оларды көргісі келмеді. Мектеп біткенде қуанды, енді ешқашан сол сыныптастарын көрмейді, олардың қорлау сөздерін естімейді. Бірақ ренжігені рас. Ол оқуды жақсы көрді, мұғалімдермен жақсы қарым-қатынаста болды. Қоштаса алмағаны өкінішті болды. Содан шыдай алмай жылап жіберді. Не болды, қызым? Кім ренжітті? Деп анасы шошып кетті. Оксана бәрін айтып шағымданғысы келді, бірақ анасын ренжіткісі келмеді. Жай ғана: туған мектеппен қоштасқым келмейді екен деді. Сен де жұмыстан шықшы, мама. Басқа жұмыс тапшы. Ешқандай білім, арнайы дағды керек емес қой. Сен маған бола мектепке жұмысқа келдің дедің ғой. Енді менің мектепте болмайтыным рас болса, неге өзіңді қинайсың? Анасы ұзақ көндіруді қажет етпеді. Басын түсіп мұңая ойланып отырды да: мүмкін сен дұрыс айтып тұрған шығарсың, қызым. Шығу керек шығар. Менде де күш қалмады ғой осы шелектерге, деді. Тек басқа жұмыс таба алмайтынымды елестете алмаймын. Мен подработка жасаймын. Неге болмасқа? Көп студенттер осылай істейді, аз болса да ақша табады. Сен де тыныш жұмысқа тұра аласың, кем дегенде вахтер болып. Ал ең бастысы, мама, өтініш, поликлиникаға баршы енді. Қанша уақыт шағымданып, өзің-өзіңе тағайындаған ауруды басатын дәрілерді жұтып жүрсің. Жүрек қан қысымы бұл өте ауыр нәрсе. Сонша жыл дәрігерге бармадың, мұндайға қарамауға болмайды. Иә, сен дұрыс айтасың. Әрине, бару керек. Міне, жақында ғана номер алып, учаскелік дәрігерге жазылам. Жұмыстан шығу туралы өтініште жазамын. Шынымен қайда жұмыс іздейтінімді елестете алмаймын. Сен ойлама, қайда жұмыс істеу керек екенін өзің шештің ғой. Қай институтқа түсесің? Оксанаға ойланудың қажеті жоқ еді, бәрі бұрын шешілген.
Мұғалімдер феноменальды деп атаған ерекше есте сақтау қабілетінің арқасында ол бала кезінен тілдерге қабілетті болды. Мектеп бағдарламасы бойынша қажетті ағылшын тілін мектеп бітіргенде мұғалімнен әлдеқайда жақсы білді. Одан бөлек өз бетінше дерлік испан және француз тілдерін жетік меңгерді. Сондықтан институтқа шет тілдер факультетіне түсуге шешім қабылдады. Еуропа тілдерін үйренген соң Оксана шығыс философиясы мен өнеріне қызығушылық танытты. Өзіне сын ретінде корей тілінде үйренуді жөн көрді. Бұл әлдеқайда қиын болғанымен қызықтырақ еді. Ол осындай ойға келгеніне қуанды. Институтқа оңай түсті, оқуды бастады. Ал анасы қызына берген уәдесін орындады. Жұмыстан шығу туралы өтініш жазды, дәрігерге жазылып, қабылдауға барды. Сол жерде жүрегінің ауыр ауруы бар екені анықталды. Жұмысқа тұрудың орнына дәрігерлерге жүгіріп, ауруханаға жатып, тексерістен өтіп, ем қабылдауға мәжбүр болды. Әрине, омс полисі болды, бірақ байқалды. Ақшасыз ауыр емдеу мүмкін емес. Қосымша тексерулер, анализдер үшін ақы төлеу керек немесе квота күту керек. Ал платный дәрігерлерді қабылдауға ақша керек еді. Лидия Михайловна өмір бойы ақша жинап келген, бірақ көп жинай алмаған. Енді институтта оқып жатқан ересек қызын асырау керек. Бюджеттік орын болғанымен ақша көбірек кетеді. Қызға киім-кешек керек, институтқа мектептегі сияқты бармайсың ғой. Лидия Михайловна өмірде қанша қателескенін түсіне бастады. Кешір, Оксаночка, мен саған балалық шағыңды бұзып тастадым ғой, солай ма? Деп мұңая сұрады ол қызы төсегінің қасында отырғанда. Не деп тұрсың, мама? Қалай бұзып тастадың? Сен маған өмір бердің, біз бірге тамаша өмір сүріп жатырмыз ғой, солай емес пе? Иә, бірақ мектептен келгенде қалай жылағаныңды есімде. Сені не үшін мазақ еткендерін жақсы білемін. Анаң жуғыш болған үшін, киімің басқалардан нашар болған үшін. Кім кінәлі? Мен емес пе? Мама, тоқташы. Біз ғана кедей өмір сүрмейміз ғой. Сен маскүнем немесе жеңіл жүрісті болсаң немесе әкем сондай болса, сол кезде шынымен ұят болар еді. Ал сен өмір бойы жұмыс істедің, төмен жалақылы болса да бұл ештеңе емес. Маған ұят жоқ, тіпті тамшыдайда. Рахмет, қымбаттым. Бірақ сен не туралы айтып тұрғанымды түсінесің ғой. Мен өмірімді дұрыс өткізе алмадым. Әкеңмен тіл табыса алмадым, отбасы құра алмадым. Ал менің әкем кім болды? Неге ешқашан айтпадың? Оксана ақыры сұрауға батылдық етті. Жалпы жақсы адам еді. Мен оны қатты жақсы көрдім. Ол бай отбасынан шыққан. Мен жетім өстім ғой, әкем жоқ десе де болады, ол қатты шетін, сол үшін де қайтыс болды. Мен әлі мектепте оқып жүргенде. Анасы да шетін, ол да қайтыс болды. Мен жалғыз қалдым. Бақтыма орай пәтер болды. Бірақ біліп қой. Саған кедейлік үшін мазақ еткен болса, маған бала күнімде одан да қиын болды. Өз-өзіме баға нөлге тең еді. Владимирмен сенің әкеңмен танысқанда, бұл ұзаққа созылмайды деп ойладым, бәрібір тастап кетеді деп. Бірақ ол тастамады, керісінше үйленуді ұсынды. Мен сенбедім. Ал ол басқа біреумен жүргенін білгенде, оның ата-анасы бай екен шығарып жібердім. Ол ант су ішіп ештеңе жоқ деп түсіндірді, бірақ мен ештеңе тыңдамадым. Маған не керек деп ойладым, кедеймін ғой. Сол кезде жүкті екенімді білмедім, ол да білмеді. Ренжіп кетті. Міне, бәрі осы. Ол мені шынымен жақсы көрген шығар. До синего Тобольской деп атайтын, қандайда бір романдағы кейіпкер сияқты. Мен сенбедім. Сөйтіп сені туып қамтамасыз ете алмадым. Неге қамтамасыз ете алмадың? Өйткені жақсы жұмыс істемедім. Адамдар айтты ғой. Өзің кінәлісің, сау әйелсің, күтушілікке бардың, ал фабрикада, зауытта жұмыс істесең жалақы көбірек болар еді. Енді міне, ауырып қалдым, ешқайда бара алмаймын. Бірақ ойлама, мен міндетті түрде сауығамын да, жұмысқа барамын. Бірақ осы ауыр кезеңді қалай өткереміз? Өте қарапайым. Мен жұмысқа барамын. Сенің ауыр кезеңдерің аяқталуы керек қой. Не деп тұрсың?
Басыңды шайқайсың ғой. Сен осы жаста жұмыс істедің ғой, неге мен істемеймін? Мен ересекпін. Қанша уақыт мойныңда отырамын? Ой, жақсырақ оқы. Бастысы оқуды тастама. Менен мысал алма. Менің барлық қиындықтарым қорқақтықтан болды. Әрі шын айтқанда, жалқаулықтан да. Кешкі және сырттай оқуда ештеңе емес деп ойлады Оксана. Ниеті өте байсалды еді. Бірақ жұмыс іздеуді бастай салысымен көп жерде оны қабылдағысы келмейтінін түсінді. Студент, білімі жоқ, тәжірибесі жоқ. Кадр бөлімдерінде. Әрине, аламыз, бірақ сен оқисың ғой. Студенттердің сессиясы, емтихандары бар екенін білеміз. Сен үнемі рұқсат сұрайсың, ал сол кезде кім жұмыс істейді? Сенің орныңа тағы бір адам алу керек. Оған ұнамауы мүмкін. Осылайша қолын бос қайтарып жіберетін. Келесі жерде де солай болатынын түсініп көңілі түсті. Бірақ бір құрбысы көмектесті, ол да студент, ресторанда официант болып істейтін. Оның айтуынша, мейрамханадағы жұмыс оқуға мүмкіндік береді, ауысымдар икемді, ауыстырушы табуға болады. Бірақ өзіңде жиі ауыстыруға тура келеді. Бұл ақшамен өтеледі, әрі айтпақшы, жаман емес. Бірақ управляющий аң ғой. Дегенмен тіл табысуға болады. Мен 2-ші жыл істеп жатырмын. Оқу үшін ақшасыз өмір сүре алмайсың ғой. Құрбысының жағдайы да оңай емес еді, анасымен 2 інісін асырайтын. Ол қолынан келді. Оксана бұл ең жаман нұсқа емес деп шешті. Басқа жерлерде тек күтушілік алады, ал ол анасының денсаулығын осылай құрбан еткенін көріп, мұндай жұмысқа түскісі келмеді. Аз ақша, ауыр еңбек. Лидия Михайловнаға жағдайы нашарлай берді. Әр жаңа тексеріс жаңа мәселелерді ашты. Дәрігерлер толық сауығу үшін ота керек екенін айтты. Оны тек ақылы жасайды. Егер жасалмаса, бақытты қарттыққа жету мүмкіндігі жоқ. Яғни, жақын арада өлмейді, бірақ үнемі ауырып, әлсіздікпен зардап шегеді. Дәрі-дәрмекке, процедураларға көп ақша жұмсайды, бірақ пайдасы аз. Ота қалыпты өмірге мүмкіндік береді. Бірақ қайдан сонша ақша табуға болады? Оксана басқа жол көрмеді, мейрамханада жұмыс істеуді бастады. Бұл күтушіліктен әлде қайда қиын екен. Управляющий қыздарға тыныштық бермеді. Чайве тартып алатын, әр ұсақ түйек үшін айыппұл салатын, тіл табысу қиын еді. Бірақ Оксананың мақсаты өте байсалды, анасына отаға ақша жинау. Сондықтан барлық қиындыққа, мазаққа шыдай алатын. Мазаққа үйренген ғой. Жұмыста оны киім үшін емес, ана туралы аз білетін, институтта оқитыны, әсіресе корей тілін үйренетін үшін мазақ ететін. Демалыс кезінде шай ішпей, темекі шекпей, бұрышқа барып кітап оқитын немесе құлаққаппен материал қайталайтын, кейде дауыстап түсініксіз сөздер айтатын. Бұл әріптестеріне күлкілі көрінетін. Қарашы, корей тілін үйреніп жатыр. Миын босқа құрғатып жатыр. Қалыпты адамдар ағылшын үйренеді әлемді аралау үшін немесе американдыққа тұрмысқа шығу үшін. Әлде корейге шыққың келе ме? Корей әйелі боласың ба? Мен ағылшын, француз, испан тілдерін жақсы білемін. Енді корейді үйренгім келді. Өмірімде пайдасы тиеді деп сенемін. Егер тимесе де, маған қызық. Пайдасы тиеді. Теледидарға нұсқаулық аударасың ба, әлде анимеге дауыс бересің бе? Айтпақшы, корей фильмдері өте жақсы, әсіресе триллерлер. Мен жақында бірін көрдім. Бір қыз корей қорқынышты фильмінің мазмұнын айтып тақырыпты ауыстырды. Кейбіреулері Оксананы түсініп, тіпті құрметтейтін, оқудың қажеттілігін мойындайтын. Бірақ управляющий әрқашан мазақ ететін. Оксана, неге біздің мейрамханаға келдің? Қалалық корей мейрамханалары жоқ па? Жоқ па? Ашылса сонда керексіз ғой. Кореянға ұқсамайсың, бірақ тілді жетік білесің. Корейлер келсе, котлет пен пудель тапсырыс берсе, ештеңе түсінбей, иттің бір түрін әкеледі. Міне, халықаралық жанжал. Оксана мұндай арзан әзілдерге назар аудармады. Анасы үйде көбірек жататын болды. Күші жетпей, тез шаршайтын. Бірақ қызы келгенше өзін ретке келтіретін.
пәтерді аз да болса жинап, бірдеңе пісіріп шаршаған Оксананы ренжітпеуге тырысатын. Сәлем. Мен бүгін өзімді жақсы сезінемін деп батыл айтатын. Бірақ Оксана көз астындағы қара шеңберлерді, көгерген еріндерді, дірілдеген қолдарды көретін. Мама, неге бәрін істеп жатырсың? Жақсы сезінсең демал. Жүрсең болады ғой. Жоқ, жалғыз барма. Жақында демалсын болады, бірге паркке барамыз, таза ауамен тыныстайсың. Ол витаминдер мен таза ауа түбегейлі көмектеспейтінін түсінді. Операцияға жинаған ақша әлі аз еді. Басқа қайдан алады? Жалақыдан басқа ештеңе жоқ. Тек ғажайыпқа үміттенуге болатын. Бір күні управляющий таңертеңнен барлығын тәртіпке шақырды. Оксананы ерекше шақырды. Не болды? Біздің мейрамхананы маңызды бизнесмендер келіссөз өткізуге таңдады. Олардың бизнесінің мәнін білмеймін, бірақ қарапайым емес екені анық. Сондықтан ең жақсы жағымызды көрсетуіміз керек. Кім біледі, бұл келіссөздер туралы басқалар біліп, біздің мейрамхана тұрақты орынға айналар. Келіссөздер кешке болатын, Оксана таңнан жұмыс істеген, үйге кетуі керек еді. Бірақ управляющий: жоқ, біздің кореяншамыз қалады. Өтініш, ренжіме. Ақысын қосып төлеймін. Қонақтармен бірге қандай да бір азиялықтар болады. Білмеймін кім, бірақ сенің тілің керегі тиюі мүмкін. Жақсы. Егер корей болмаса да ағылшынша сөйлеседі ғой. Сен біздегі жалғыз қалыпты тіл білетінсің ғой. Көп адам әрең түсіндіреді. Люба да жақсы, бірақ мама үйде күтіп отыр. Ол ешқайда кетпейді. Бәрімізді күтеді. Бүгін маған дәл сен керексіз. Не істейсің, өтініш? Бұл өтінішпен қос ақы уәдесі әсер етті. Оксана қалды. Ақыры қонақтар келді. 7 беделді ер адам, қымбат костюмдерде. 4-еуі өзіміздікі, 3-еуі азиялық, қай елден екенін ешкім білмеді, қызықта емес. 1-еуі орыс аудармашы болды. Оксананың қабілеті керегі тимеді. Ешкім оның тіл білетінін білмеді. Оксана блокнотына тапсырысты жазып ойлады. Мені не үшін қалдырды? Үйде ауру анан күтіп отыр. Қонақтар корей екенін түсінді, аудармашы білмейтін тілде сөйлесіп жатты. Оксана түсінді, бірақ әңгіме оған қатысы жоқ еді. Сондықтан сыпайы күлімсіреп іштей ренжіді. Не үшін қалдым? Анама керек болуы мүмкін. Тапсырысты ас үйге апарып, қыздар оны қоршап алды. Корейлер ме? Түсіндің бе? Не айтып жатыр? Ит етін тапсырыс берді ме? Жоқ, ерсі сөздерді тыңдамаңдар. Ешкім 100 жылдан бері ит жемейді. Қарапайым тапсырыс. Тезірек әкеліңдер. Не туралы сөйлеседі? Бізге қатысы жоқ. Уайымдамаңдар. Напиток әкеліп қайта келгенде тағы қоршады. Корейше сөйлесіп көр. Мүмкін сені бірге алып кетер. Оңтүстік Кореяда керемет дейді. Әлде біреуін азғыр. Олардың бәрі бірдей көрінеді, бірақ оң жақтағы. Оксана үйреншікті түрде қолын сермеп табақтарды әкетті. Бірде табақтарды қойып жатқанда корейлердің әңгімесін естіді. Олар жақсы емес істер туралы сөйлесіп жатты, серіктестерін алдамақшы, тиімді келісім шарт жасап, онымен серіктестерін тез құртатын еді. Оксанаға бір жағынан қатысы жоқ, екінші жағынан қылмыс туралы естіп, елемеуге болмайды. Бұл корейлер алаяқ екен. Отандастарын алдауына жол бермеу керек. Бірақ қалай айтуға болады? Кімге? Егер айтса, өз ісіңе араласпа деп сенбеуі мүмкін. Официанттың істің мәнін түсінуі күмәнді. Мұндай ескерту үшін жұмыстан шығарып тастауы мүмкін. Сондықтан корейлерге тікелей сыпайы күлімсіреп таза корей тілінде айтты. Оларды алдамаңдар. Бәрібір ештеңе шықпайды. Орыс бизнесмендер аузын ашып қалды, корейлер орнынан атып тұрды, құлақтарына сенбеді. Сіз кімсіз? Қалай? Кездейсоқ қана корей тілін жақсы білетінін түсіндірді. Келіссөз аяқталмады, қонақтар алаяқ болып шықты. Кәсіпкерлер құтқарылды.
Олар қызға қатты риза болды. Сіз қандай апатты болдырмадыңыз? Қайдан мұндай тіл білесіз? Оксана бірнеше тіл білетінін, институтта оқитынын, шығыс мәдениетін зерттейтінін айтты. Бизнесмендер таң қалды, қарапайым официант емес екенін түсінді. Оған компанияларында аудармашы болып жұмыс ұсынды. Жалақы қазіргісінен әлдеқайда жоғары. Ол ойланбастан келісіп мейрамханадан кетті, басқарушы қимай шығарды, қыз жақсы жұмыс істеген. Әрі білімін дәл осы жерде пайдаланғаны әсер етті. Бұрынғы әріптестері қоштасып жатып: Оксанка шпион. Немесе барлаушы болуың керек еді. Кино сияқты. Оқу жарық екен, бақытты болдың. Оксана бір бизнесменнің көзқарасын ұмыта алмады, ол ең көп зардап шегуі мүмкін еді. Көзінде ризашылық қана емес еді. Оксанаға 20 жасқа таяп қалған, бірақ бірде-бір романы болмаған. Мектепте біреу ұнағанда сыныптастардың анасына айтқан қорлау сөздері сезімді өлтіретін. Ересекте оқу мен жұмысқа батып, махаббатқа уақыт жоқ еді. Мейрамханада ер адамдар официант қыздарға белгілі пікірде болады. Кейбір қонақтар назар аударатын, бірақ сол назар Оксанаға оскорбление сияқты көрінетін чаеве басқарушыға бере салатын. Ал мұнда жас, әдемі, бай бизнесмен қарап тұр, көзінде таңдану. Жоқ, маған ұнауы мүмкін емес деп ойлады. Анасының тарихы есіне түсті. Сезімге сенбей, бақытынан айырылған. Менің барлық қиындықтарым қорқақтықтан деген сөздер есіне түсті. Енді Оксанада солай ма? Жалғыз өмір сүруге келіседі ме? Немесе лайықсыз еркектерге жол береді ме? Не туралы армандап тұрмын? Ол маған ұсыныс жасады ма? Кездесуге шақырды ма? Жай қарап қойды. Мен ұмытып қалдым, ол да ұмытты. Жоқ, енді көрмейміз деп ойлады, ренжіп, өз-өзінен күліп мұңайы. Бірақ бәрі басқаша болды. Ол офисқа жұмысқа тұруға келгенде сол жас жігітті көрді, ол бөлім бастығы екен. Аты Валентин. Олар шынайы танысты. Жас жігіттер кездесе бастады. Оксана басынан айырылып бақытты еді. Бірақ анасы үшін уайым үнемі болатын. Қанша қаласа да сүйіктісімен ұзақ бола алмайтын үйде мама күтіп отыратын. Лидия Михайловна қызының жаңа, жақсы жұмыс тапқанын біліп қуанды. Оксананың лайықты бағаланғанына қуанды. Қызы жігітпен кездесетінде жасырмады. Анасы қуанды, қарым-қатынас байып кетуі мүмкін деп үміттенді. Бірақ қуаныштың ар жағында мұң жасырған. Ол қызының бақытына кедергі болуы мүмкін екенін түсінді. Оксана оқып, жұмыс істеп, бәрі оның анасы үшін еді. Қыз үйге жүгіріп келген сайын анасы күрсініп: тағы да жігітіне жеткілікті уақыт бөле алмадың ғой. Анасы оны сендіруге тырысты. Анасы қызын сендіруге тырысты, бірақ Оксана анасын ұзақ уақыт жалғыз қалдыра алмады. Ол және солай анасына жеткілікті көңіл бөлмейтінін сезінетін. Ал оның үнемі сағатқа қарауы, асығуы Валентинді таң қалдыра бастады. Ол Оксанамен мүмкіндігінше көбірек уақыт өткізгісі келетін. Оксана ең романтикалық кештің ортасында тұрып үйге асығып кететін. Ақыры Валентин шешім қабылдап сұрады: сен маған бірдеңе жасырып жатқан жоқсың ба? Мүмкін маған кездесу ұнамайтын шығар. Жоқ, әрине жоқ, деп қатты айқайлады Оксана, бірақ іштей ойлады: шынымен жасырып жатырмын ғой. Ол анасының ауырып жатқанын, күтушіге ақша жоқ екенін, операцияға да ақша жинап жатқанын жасырып жүрді. Бірақ неге бұны ұялу керек? Егер шынымен сүйсе. Оксана шешім қабылдады. Жасырып жатқаным жоқ, жай ғана сені өз проблемалармен жүктегім келмеді. Үйде ауру анам бар. Ол жатақ емес, бірақ үнемі көмекпен қарау керек. Мен оған қатты уайымдаймын, сондықтан әрқашан үйге асығамын. Үміттенемін, бұл ұзаққа созылмайды, енді операцияға ақша тезірек жинауға мүмкіндік туды. Анама операциядан кейін сауығады. Бірақ егер сен мұны өзіңе ауыр деп шешсең, бізге кездеспеу керек деп ойласаң. Мен түсінемін. Оксананың дауысы дірілдеп кетті, бірақ ол көз жасын ұстады. Валентин қабағын түйді. Сен менің сені анаңды жақсы көргенім үшін тастап кетемін деп ойлайсың ба? Мен сені одан да қатты жақсы көремін. Қанша ақша жетпейді.
Мен өте жақсы клиника білемін, олар міндетті түрде көмектеседі. Оксана құлағына сенбеді. Өміріндегі ең үлкен проблема осылай шешіле ме? Бірақ ол ақшаны ала ала ма? Әлі бейтаныс адамнан әрі мұндай жақсы іске болса да. Ол Валентинге қарап сөз таба алмады, тамағы қысылып, толқуынан сөйлей алмады. Неге үндемейсің? Не тоқтатып тұр? Мен сенің ықыласыңды сатып алғым келмейді, жай көмектескім келеді. Сен шынымен көмектесе аласың ба? Сенімдімін, мен бәрін қайтарып беремін, өйткені кешіктіргім келмейді. Өзім жинайтын болсам, баяу. Тіпті нақты соманы да айта алмаймын. Қанша керек екенін шамамен білемін, бірақ қосымша тексерулер, дәрі-дәрмек қалпына келтіру. Валентиннің ниеті шынайы екені, басқа мақсат жоқ екені көрініп тұрды. Оксана келісіп қойды. Келесі күні Лидия Михайловнаның емделуі басталды. Жаңа дәрігер қарап шығып, отаның қажеттігін растады. Оны клиникада қалдырып, қажетті анализдер жасап, отаға дайындады. Бірақ Лидия Михайловнаны ең қорқытқаны медициналық процедуралар емес, ақшаның көптігі және оны бейтаныс адам беріп жатқаны еді. Ох, қызым, мен осыдан қатты уайымдаймын. Әрине, өте ризамын, бірақ тегін емес қой. Мұндай қызметтер тегін болмайды, деді ол Оксанаға жайлы палатада жатып. Мама, тағы сол сөзің. Біздің өміріміз көмекке лайық емес пе деп ойлайсың ба? Онда сен айтасың. Мен институтта оқуға, аудармашы болып жұмыс істеуге тым қарапайыммын. Официант болып қалуым керек, тек мас дәрігер Васидің назарына сүйенуім керек пе? Оксана анасының күмәніне ренжіді. Мұндай бақыт, анасы сауығып, бақытты өмір сүре алады, неге одан бас тарту керек? Көмектескендерді күдікпен ренжіту неге? Бірақ Лидия Михайловнаның ойында қандай да бір себептер болды, одан бас тарту қиын еді. Дегенмен сауығу мүмкіндігінен бас тарту одан да қиын еді. Ол енді жаман ойламауға шешім қабылдады, мүмкіндік туды ғой. Лидия Михайловна қызын тыныштандырды, өзі де тынышталды, емдеу үшін жақсы көңіл күй керек екенін түсінді. Ота сәтті өтті. Лидия Михайловна тез сауыға бастады. Қызына, саған және Валентинге қанша ризамын. Қалай өмір сүрсеңдер де, мен оны құтқарушым деп есімде сақтаймын. Бізде бәрі тамаша. Сені ауруханадан шығарғанда Валентин шағын той ұйымдастырғысы келеді. Сол жерде ол сенен менің қолымды сұрайды. Ол маған ұсыныс жасады, мен келісіп қойдым деп қуантып қойды Оксана анасын. Білесің бе, қызым, мен өмірімді түбегейлі өзгертемін деп шештім. Көп нәрсе кеш болғаны рас, бірақ бәрі емес. Жақсы мамандық алмасам да, қызықты хобби тауып, мастер-кластарға барамын. Адамдармен ашық сөйлесемін, ешкімнен ұялмаймын. Енді не үшін ұяламын? Менде ең жақсы қыз бар, керемет күйеу бала бар. Қандай кереметсің, мама? Мен саған қатты қуаныштымын. Ақыры шынайы өмір сүре бастадың ғой. Көресің, сен де тұрмысқа шығасың, әлі жассың ғой, деп құшақтады анасын Оксана. Ой, ондайға армандау қиын. Бірақ өмірді бастау туралы дұрыс айтасың деп ұялып күлді анасы. Оксана анасының тұрмысқа шығуы туралы әзілдеген, бірақ қарсы емес еді. Анасына 40-тан сәл асқан ғой, көп адам осы жаста алғаш рет тұрмысқа шығады. Мұндай көңіл күймен таңғаларлық ештеңе жоқ. Оксана оқуын жалғастырып аудармашы болып жұмыс істеді. Жиі басшылар мен шетелдік серіктестермен келіссөздерге қатысты. Бір кездесуде бір бизнесменнің өзіне қарап тұрғанын байқады. Көзқарасы әдеттегі әдемі қызға ұнады деген емес, қабағын түйіп, бірдеңені тануға тырысқандай. Оксана оны бұрын көрмеген сияқты, бірақ беті таныс көрінді. Мүмкін мейрамханада кездескен шығар, ол жерде қонақ көп болатын. Келіссөз аяқталғанда Оксана жеңілдеп шықты, сол көзқарас ыңғайсыз еді. Бірақ арт жағынан Оксана, ол бұрылып сол еркекті көрді. Бұл тымы артық деп ойлады, суық, алшақ көзқараспен қарады. Бір сәтте ол құшақтағысы келгендей көрінді, қабағы ашылып, растерянный, ұялған түрде тұрды. Сіз маған не қалайсыз? Деп жұмсақ сұрады. Тек бір нәрсе. Сіз маған көп жыл бұрын таныс қызды еске түсірдіңіз.
Маған өте қымбат адам еді. Айтыңызшы, сіздің анаңыздың аты кім? Қазір маған осындай ақымақ әдіспен жақындағысы келе ме? Әдеттегідей тағдыр туралы айтып сөз бастайды деп ойлады Оксана. Ресторандағыдай қатты қайтарғысы келді, бірақ айналада адамдар, жұмысқа байланысты. Сондықтан сыпайы күлімсіреп, Дульсиния Тобольская деді де кетуге ыңғайланды. Еркек таңғалып, Леточка, сіздің анаңыз Лида ма? Ол қайда? Оған не болды? Оксананың иығы түсіп кетті. Бұл әкесі шығар. Анасы өміріндегі жалғыз махаббат туралы айтқан. Ол өз ойлап тапқан лақап атымен бірден есіне түсірді. Бейджікте. Владимир. Ал ол Владимировна. Иә, әкесі. Бірақ қуаныш әкелмеді. Оған бәрі жақсы деп сол күлімсіреп жауап берді. Бұл кездесу оны қуантпады. Әкесі енді не керек? Ол ересек әкесіз өсті, ондай қарым-қатынас болмайды. Кетуге бұрылды, бірақ іштей бірдеңе бұл дұрыс емес деді. Еркекте не істерін білмеді, сондықтан қасынан жүріп. Сіздің анаңызбен кездесуге рұқсат етіңіз. Бұл маған да, оған да өте маңызды. Анаңыз тұрмысқа шыққан ба? Әкеңіз немесе күйеуі Лидаға қарсы болмас па? Бұл шыдауға келмеді. Оксана бұрышқа шегініп ешкім көрмейтін жерге апарып. Түсінбейсіз бе? Менің әкем сізсіз. Ешқандай өгей әке болған жоқ, анамның күйеуі де болған жоқ. Сіздің Лидаңыз мені туып, өмір бойы менімен бірге тұрды. Мектепте күтуші болып жұмыс істеді, кедейлікте өмір сүрді. Қазір ол ауыр науқас еді, бірақ ақша тауып ота жасаттық. Қазір бәрі тамаша. Бірақ ол сізбен сөйлескісі келмейді деп ойлаймын. Сөзін аяқтағанда ғана Оксана оның жүзінен не түсінгенін байқады. Әңгіме тыныш жалғасты. Владимир Петрович Оксананы сендірді, ол Лидамен кездесу керек. Сен анаң үшін шешім қабылдай алмайсың. Кем дегенде қоңырау шалып сұра. Оксана нөмірді терді, бірақ айтқаны. Жақында үйге жалғыз емес келемін. Телефон арқылы мұндай жаңалықты естісе, анасына жаман болуы мүмкін. Олар бірге келді, жолда әрең сөйлесті. Бірақ Оксана қорқып бекер уайымдаған ата-анасының кездесуі онша эмоционалды болмады. Олар бір-бірін бірден таныды. Владимир Лидаға жақындап қолынан ұстап қолынан сүйді. Лидочка, кешіресің бе, білмеймін. Не үшін кешіруің керек? Мен саған не істей аламын? Саған қанша қиын болғанын айтшы. Иә, кінәлімін. Мен байлыққа ұмтылдым, оған жеткенде ғана ең бастысын жоғалтқанымды түсіндім. Сондықтан сендерге сондай жамандық жасадым. Не жамандық? Менде керемет қыз бар, оның арқасында өмірім түзеліп жатыр. Сенді де қайта кездестім, бәрі сол қыздың арқасында. Тағы не қажет? Мен қазір өте бақыттымын, шынымен, Володя. Сенде бәрі жақсы ма? Жақсы. Тек қызым жоқ. Яғни бар, міне ол, бірақ мен оған керек емеспін, өйткені болған емеспін. Ешкім жоқ. Үйленгенмін, бірақ бала жоқ, махаббат жоқ. Атанам да қайтыс болды, бауыр жездесі жоқ. Қалғаны жақсы. Кейде өмір сүргім келмейді. Олай деме. Мен де жиі ойладым. Не үшін өмір сүріп жатырмын? Бірақ бір күні өлуім мүмкін екенін түсіндім, көзқарасы өзгерді. Өмір шын мәнінде жақсы. Сен әлі жассың, тағдырыңды өзгерте аласың. Оксана бөлмеден шығып кетті, ата-анасына жалғыз сөйлесу керек. Олар ескі өкпені еске алмай тыныш сөйлесті, дос болып қалды. 6 айдан кейін Оксана мен Валентиннің үйлену тойы болды. Онда ата-анасы әке мен шеше қатысты. Владимир Петрович жастарға ең үлкен сыйлық жасады. Оксана өмір бойы армандаған Сеулге саяхат. Оксана қуанса да, анасын қалай тастап кетем деп уайымдады. Бірақ уайым бекер. Лидия Михайловна сүйіктісімен бірге санаторийге кетті, денсаулығын қалпына келтіру үшін. Уақыт өте келе, Лидия Михайловна санаторийден қайтып келгенде, оның жүзі бұрынғыдан әлдеқайда жарқын еді.
Аурудың ізі әлі қалғанмен, көзінде өмірдің жаңа мәні жарқырап тұрды. Владимир Петрович оны қарсы алуға өзі барды. Екеуі машинада отырып, жол бойы ескі күндерді еске алды, бірақ енді өкпе мен қайғы емес, жылы күлкі мен нәзік үндестік басым болды. «Лидочка, мен саған бір өмірлік қарызымын», деді Владимир Петрович қолынан ұстап. «Сен маған қайта өмір сүруді үйреттің. Енді мен сені ешқашан жалғыз қалдырмаймын». Лидия Михайловна жымиып қарады. «Қарыз емес, Володя. Бұл екінші мүмкіндік. Оны бірге бағалайық». Оксана мен Валентин тойдан кейін Сеулге ұшып кетті. Оксана Корея көшелерінде жүргенде өзінің корей тілін үйренген жылдарының бәрі бір сәтте мағынасы толық болып көрінді. Ол Валентиннің қолынан ұстап Ханган өзенінің жағасында тұрып: «Мен осы жерді армандағанмын. Бірақ енді түсіндім, арманымның ең қымбаты сен және анам екенсіңдер», деді көзіне жас алып. Валентин оны құшақтап: «Енді бәрі бірге болады. Мен сенің арманыңды жүзеге асыруға уәде беремін». Ал Шымкентте кішкентай пәтер бұрынғыдан жылы әржайлы болып кетті. Лидия Михайловна мен Владимир Петрович бірге өмір сүруді бастады. Олар кешке бірге серуендеп, ескі фотоларды қарап күліп отыратын. Лидия Михайловна тіпті қолөнер үйірмесіне жазылып, гүлден жасалған әшекейлер жасай бастады. Ол бір күні Оксанаға қоңырау шалып: «Қызым, мен бүгін бір апайға сырға жасадым. Ол маған сіздің қолыңыз алтын ғой», деді. Мен күлдім. «Алтын емес, жүрегім ғана қалған екен, бірақ ол енді толық», деді дауысы дірілдеп. Оксана Сеулден тұрып, экран арқылы анасының жүзін көргенде көзіне жас келді. «Мама, сен енді шынымен бақыттысың ғой». «Иә, қызым. Сен менің арқамда. Сен менің қанатым болдың. Енді мен де ұшамын». Бір жылдан кейін Оксана мен Валентиннің отбасына қуаныш қосылды. Кішкентай қыз дүниеге келді. Оны Лидия Михайловна мен Владимир Петрович бірге қарсы алды. Кішкентай қыздың атын олар Айша деп қойды, өйткені ол олардың өміріне айдай жарға келген еді. Бір кеште барлығы жиналып үстел басына отырды. Лидия Михайловна кішкентай немересін құшақтап: «Мен бір кезде ойлаушы едім. Менің өмірім осымен бітті», деді. «Бірақ қараңдар. Мен әжемін. Мен сүйікті әйелмін. Мен бақыттымын». Владимир Петрович оның қолынан сүйді. «Біз бәріміз біргеміз. Енді ешқашан бөлінбейміз». Оксана Валентинге қарап күлді. «Сен білесің бе? Мен бір кезде ойлаушы едім. Менің өмірім тек күрес. Бірақ қазір түсіндім. Өмір бұл махаббат. Және ол әрқашан жеңеді». Үй іші жылы күлкіге толды. Терезеден күн батты, бірақ бөлмеде жарық ешқашан сөнбеді, өйткені онда шынайы махаббат, кешірім және екінші мүмкіндік тұрды. Достар, мен сіздермен өмірде болған оқиға туралы баяндадым. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде жаңа әңгіме шығады.